Саламатсыздар ма? Бисмарт оқу орталығының онлайн сабағына қош келдіңіз. Бүгін біздің екінші сабағымыз. Бүгінгі сабақта to have got етістігінің үш жақтағы формасын өтеміз. Ал to have got in present в настоящем времени have got-тың осы жақтағы формасы. Have got-тың осы жақтағы формасы екі формасы бар. Яғни олар have got, екінші формасы бізде has got. Have got істетіледі I-ға, I есімдігіне we, you, they. Яғни I have got, менде бар, we have got, бізде бар, you have got, сізде бар, they have got, оларда бар. Яғни сосын have got-ты көпше түрге сетсек болады. Мысал, қыздардың шляпалары бар десек, girls have got hats. Ал енді has got кімдерге сетіледі? Has got he, she, it. He has got a car, she has got a hat секілді. Ал одан соң, мысал, жекеше түрдегі менің анам, менің әкем, сенің әпкең дегенде, немесе адамдардың есімдері келгенде, жекеше түрге үшінші жақ, қазақ тіліндегі үшінші жақтағы есімдіктерге has got істетіледі. Ал енді біз көрейік has got-тың болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдер қалай істетіледі. Болымды сөйлемде бірінші бізде зат есім келеді, одан соң have got, has got келеді. Сіздерде мынандай мысал бар, қағаздарыңызда тақырыпта берілген мына. У меня есть машина, потому что у меня есть достаточно денег. У Саши и Коли есть машина, потому что они водители. Have got, has got-тың қысқарған түрі былай жазсаңыз болады. I've, he's, she's, it is, we've, you've, they've got деп жазсаңыз болады. Бұл қысқарған түрлері. Қазір видеоны тоқтатып, сіз мына екі сөйлемді аударуға тырысыңыз, формулаға қойып. Ал келің мен біріншісіне көмектесем. У меня есть дегені біз бағына өттік I've got, сосын мне I қойыз, сосын но have got қойыз. Одан соң біз не келген? Мына машина келген. Сонда I've got a car because у меня есть достаточно денег. Яғни у меня есть-тің аудармасы менде бар. I have got тағдырын екі жазасыз. Достаточноның аудармасы enough, сосын money. Болымды сөйлем. Болымды сөйлемде бірінші зат есім келіп, одан соң haven't got, hasn't got келеді. Сізде мысалдары берілген. У Андрея нет собаки, потому что у него есть кошка. У них нет машины, потому что у них нет денег деген сөйлемді асықпай, паузаны басып, сіз мына формулаға қойыңыз. Андрейдің иті жоқ, себебі оның мысығы бар. Олардың машинасы жоқ, себебі олардың ақшасы жоқ. Паузаны басып, сөйлемді аударуыңызға болады. Немесе мен келесі сұрау сөйлемді түсіндіре берейін. Сұрау сөйлемде бірінші have немесе has келеді. Барлығыдан алдыңға шығады. Одан кейін зат есім, сосын үшінші орында got келеді. Мысал берілген сіздерде. У вас есть дача или дом? У них есть деньги и машины. Осы сөйлемдерді асықпай сіз аударуыңызға тырысыңыздар. Паузаны басып, енді сіздер осы болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдерді аударыңыздар. Келесі слайдта тексереміз. Ал бастай келесі слайдта мен қоя салам. Қараңыздар. Болымды сөйлемде сіздерде мынандай сөйлем шығу керек. Қателеріңіз болса тексеріңіздер. I've got a car because I've got enough money. Sasha and Коля have got a car because they are drivers. Болымсыз сөйлем. Andrei hasn't got a dog because he has got a cat. They haven't got a car because they haven't got money. Сұрау сөйлемде. Have you got a dacha or a house? Have they got a car and money? Сіздер қателеріңізді жақсылап тексеріп алыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, тікелей мен өзіме жазыңыздар. Паузаны басып, асықпай тексеріп алыңыздар.
енді кеттік. Біз келер шақты өтеміз. To have got. Кешірістер, өткен шақ. Өткен шақта бір формасы бар. Имеется одна форма to have в прошедшем времени. Ол да болса had. Было, имел. Бұл had, білесіздер ма, барлығына істетіледі міне. I had, he had, she had. Өткен шақта, мысалы үшін айға бөлек, sheге бөлек, ондай ережесі жоқ. Had өткен шақта барлық есімдіктерге істетіледі. I had, у меня было, менде бар еді. He had, у него было, ода бар еді. She had, у нее было, ода бар еді. We had, у нас было, бізде бар еді. You had, у тебя было. Қалып кетіп мына жерде. Кешірістер, they had, у них было, оларда бар еді. Мысал, берілген, менің үйім, машинам бар еді деп айтатын болсақ, I had a house and a car, but now I haven't got anything. Оны көрдіңіздер ма? Менің машинам бар еді, үйім бар еді, ал қазір ештеңем жоқ деп. Келіңіздер, hadтың келесі бөлімде болымсыз және болымды, сұрақ, қазір мыналардың бәрін түсіндірем. Болымды сөйлемде сізде бірінші зат есім келеді, одан соң had, одан кейін келесі сөйлемді қоя беріңіздер. Мысал берілген бір ғана сізде, көрсеңіздер болады, кітабыңызда, парақтарыңызда қараңыздар, қай бетте. У нее была квартира, и она была удобной. Оның квартирасы бар еді, ал ол ыңғайлы еді. Осыны мына формула қойып аударыңыз. Болымсыз түсіндірем. Болымсызда бізде зат есімден кейін subjecттен соң hadn't келеді. Мысалы үшін жоқ еді дегені. Немесе екінші формасы бар. Hadn'тің мына формасында істесеңіз болады. Didn't have. Мысалы үшін менің машинам жоқ еді деп айтсақ, I didn't have a car деп айтсаңыз да болады. Немесе I hadn't a car деп айтсаңыз да болады. Ол қате болмайды. Сізде мысал берілген, у Ольги не было собаки, потому что у нее была кошка. Осы сөйлеміңізді сол парақшаға жақсылап аударыңыз, формула қарап. Ал келесі формуламызда бізде сұрау сөйлем. Сұрау сөйлемде бірінші had келеді, одан соң зат есім, үшінші орында қалған сөзді қойсаңыз болады. У вас была интересная книга. Сізде қызықты кітап бар меді. Ал енді асықпай паузаны басыңыз, біз мына сөйлемдерді аударуымыз керек. Аударған болсаңыз, тексереміз. У нее была квартира, и она была удобной. She had a flat, and it was comfortable. Мән беріңіз, бір сөйлемде екі была бар, міне, орыс тілінде. Бірақ қазақ тілінде, өзіміздің қазақ тілінде айырмашылығы бар. У нее была квартира, оның квартирасы бар еді, мынау бар еді. Она была удобной, ол ыңғайлы еді, а мынау еді. Түсініздер ма? Біз бар еді мен едіні шатастырмауымыз керек. Біз өткен сабақта едіні өттік, ол не was. Аударамыз. She had a flat. Міне, she had a flat. Қиын емес. And it was comfortable. Квартираны айтып жатыр. Ана деп, Келесі, hadn't. Бұл сұрау сөйлем, міне, қараңыздар. Енді тексереміз. Olga hadn't a dog because she had a cat. Ольганың иті жоқ еді. Көрдіңіздер ме? Мына жерде hadn't болады. Келесі, мысал, немесе мына секілді жасаңыз болады. Olga didn't have a dog because she had a cat деп мына формула қойсаңыз да болады, қате болмайды. Кеттік, сұрау сөйлемді тексеріп көрейік. Сұрау сөйлемде у вас была интересная книга дегенді, ол ағылшынша had you an interesting book. Міне hadті бірінші қойдық, одан кейін мына subject, кейін қалған сөздер қойдық. Көрдіңіз, асықпай тексеріп алуыңызға болады, паузаны басып. Келесі тақырыпты мен бастаймын.
Так, сұрау сөйлемде тағы да бізде екі түрлі мына істетсеңіздер болады. Немесе did бен міне. Did you have an interesting book деп. Келер шақты өте саламыз. To have got in future tense. Have got'тың келер шақтағы формасы. Имеется одна форма to have в будущем времени. Келер шақта бір формасы бар. Have got'тың бұл болса will have. Яғни будет деп аударылады. Мына қысқарған түрі, мынандай қысқарған түрін істетсеңіз болады. Яғни бұнда да сізде бөлек-бөлек есімдіктерді істетіледі деген түрі жоқ. Барлығын істетсеңіз болады келер шақта. Міне I'll have, he'll have, she'll have, міне will have. У меня будет, у него будет, у нее будет. Мына орыс тілінде осындай формасы бар. Бізде бар болады, сізде бар болады, менде бар болады деген секілді. Сөйлемдерді қалай болымды, болым сұрақ сөйлемдерді қалай сөйлесуге қалай болады. Мына формула бойынша сіз сөйлейсіз, или аударасыз. Бірінші зат есім, одан соң will have келеді, кейін не қалған сөздер қоя бересіз. Ал сізде мысал берілген, у меня будет компьютер в следующем году. Менің келесі жылы компьютерім болады. Осыны сіз аударуыңыз керек, мына формулаға қойып. У меня будет қалай болады? Не у меня будет. Мына жерге компьютерді қоясыз. Одан кейін біз следующем году өттік. Асықпай аударуыңызға болады. Сұрау болымсыз сөйлемде міне subject, want, have и келесі сөзді қоясыз. Сізде мынандай мысал бар. У меня не будет времени завтра. Ертең менің уақытым болмайды. Осы сөйлемді міне у меня не будет. Мына want, have-тың аудармасы не будет. Сосын мына временені қойасыз, сосын завтраны қойасыз. Қиын емес. Сұрау сөйлемде міне бірінші will келеді, одан кейін зат есім келеді, сосын have келеді. Қалған сөзді мына жақ қоясыз. Сізде мынандай мысал бар. У вас будет время прочитать эту книгу. Көре салайық. Келіңіз. Қателеріңізді тексереміз. I will have a computer next year. Дұрыс па? Міне I will have a computer next year. Формула бойынша қойдық. Ал болымсызды аударған болсаңыз, мен қазір көрсетем. Болымсызды аударыңыз. Мен күтіп тұрыппын. Аударыңыз. Мені көрсете салам. Міне. I won't have time tomorrow. Менің ертең уақытым болмайды. Келер шақты несіні сұрау сөйлемді аудардыңыз ба? Көрсете салайын ба? Міне, у вас будет время прочитать эту книгу? Осыны сіздің уақытыңыз болады ма? Мына кітапты оқуға деп тұр. Көрейік. Will you have time to read this book? Міне, көрдіңіз ба? Оны will, сосын you'ны қойдым, have, сосын міне времяны қойдым, оқу дегені to read this book. Болды? Мәне сіздер бүгін have got-тың үш жақтағы формасыны бір сабақты уже ала салдыңыз. Көрдіңіз ба? Қандай сұрақтарыңыз болса, мен маған жазыңыз. Номерім, біздің Instagram парақшаларымыз. Қандай сұрақтарыңыз болса, біз сізді күтеміз. Қош болыңыз.